Шарқырамай сезім заңынан, махаббаттың гүл бағынан. Шақырсаң құстай зымырап, қасыңнан әркез табыламын. Қасыңда болсаң жалығам, көрмей қалсам сені сағынамын. Ей, сағынамын, ей. Көздеріңнен нұр тараған, сүй алмас мендей жан адам. Еріксіз баурап алады, жымиып қана қарағаның. Ризамын сенің барыңа, жүрегіммен сүйіп қалағаным. Ей, қалағаным, ей. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди, ди-ди-ди-ди-ди-ди, 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 ди-ди-ди-ди. Көңілім сені қалаған, көрінбей қалсаң жанымнан. Сен іздеп жаным сағынам. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным. Сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім соқ, соқ, соқ болып жаным. Жаныңа бара, бара беремін. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным. Сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім соқ, соқ, соқ болып жаным. Жаныңа бара, бара беремін. Түсімде көріп өзіңді, жүректі күнде жұбатам. Жанымды ұғар жан адам, өзіңмен қашан жолығам. Түсімде көріп өзіңді, жүректі күнде жұбатам. Жанымды ұғар жан адам, өзіңмен қашан жолығам. Махаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным. Сен үшін күйіп жана беремін. Жүрегім соқ, соқ, соқ болып жаным. Алдымен бүгін қуанышқа бөліп жатқаны, ата болып жатқан, ене болып жатқан Болат ағамызды, Гүлсара анамызды құттықтап бір қосып қошеметтеп қояйықшы. Той иелері қайда өзі, барсыздар ма? Ал той құтты болсын аға. Ал жеңге той құтты болсын, келініңіз құтты, аяғы құтты болсын, тек қана жасырла кезін. Ал енді қадалағай керуен бастар жігіттің нарзы өзіне лайық, азамат болар жігіттің жары өзіне лайық. Осы кеше жүрген, бойда қой жүрген Ырысбек ұлдарыңыз бүгін мінекей отағасы деген атаққа ие болып жатыр. Қол соғып қошеметте, Ырысбек те, қасындағы өзен білес досы, жігіт жолдас, қыз жолдас, бәрі тойымыздың төріне қол соғып қошеметте қарсылайық. Ырысбек ұлдарыңыз. Ырысбек қолынан алып қой, құсың құтты болсын, абыроймен атаған құтты болсын. Ай бәрекелді. Ал ендеше қадірлағай, бүгін енді осы әулетке ақ құсы болып, бақ құсы болып келіп жатқан, осы әулеттен босағымызды бісміллә деп аттап келіп отырған қадірменді келініміз бар. Келініміз десе, енді осылар Ақтөбе елді мекеніне белгілі Лаула тобының қыздарының сүйемелдеуімен, сіздерді қошеметтеріңізбен тойымыздың төрін алдырайық қадірлағай. Келдіңіз қарсылайық, қосып қошеметтеп қояйық. Аңлықпен аттаған босағасы, ағырып тұр әнекей шоғы. Ақ бауырса шашылып шашылғанда, қызыл жарқын жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен, ашылды қалдыңнан ашылғанда. Ал енді қадірлағай қазақтың салтымен әуелі Алла содан кейін бісміллә деп беташарымызды бастайық. Беташар деген негізі қадірлағайын келінге ақыл айту емес, келіннің өз ақылы өзіне жетеді. Біздің мақсат тек келінге келген жерімен, келген елімен таныстыру, білістіру. Шу деген сөздің өзі көтеретін түйеге күш береді екен. Сіздер шабыт шабалақтар алып қойсаңыздар, біздер жігерлен олайық. Ал бісміллә деп бастайық.
Ырысбектің досы, жігіт жолдас келе баш, маған көмектесуге. Сенден ыңғайлысы жоқ осы арада енді. Саған да жұмыс болсын, қолыңнан бір алып қоямын саған, да? Мына өткенде бір жігіт Кенен Әзірбаев атамыздың мінгенім қара жорға деп өлеңін айтамын деп мінгенім деп сөзін ұмытып қалыпты ағайын. Кішкене мінгенім деп тағы сөзін ұмытып қалып, сөйтсе ана төрде отырған бір апа айтады дейді, шап шап деп. Сөйтсе қасында отырған бір әже айтады дейді, аспаса бірінші мініп алсындар деп. Сіздер бір шапалақ соғып қойсаңыздар, біз де бір мініп алайық, сондай бастайық. Ай, қатар. Армысың қазақ деген қайсар елім, мың өліп мың тіріліп ай, өмірге қайта келдің. Кедейлер келін алып той жасады, о, тойына құтты болсын, ай, айта келдім. Ел болып болашағын жарқын дедің, ұлтымды сақтап қалған ай, салтым дедің. Сәлем сөздің атасы деген қазақ, ассалаумағалейкум халқым менің ай. Қылыштай кесіп түсертіліміз бар, жүректің таусылмайтын ай жырымыз бар. Көбірлеп әңгіме айтып шулағанша, қошеметпен шабыт беріп ай тұрыңыздар. Тәңірің жазса егер бағын ашып, бақытқар адамға есік ашып, ата баба салды мен алағайын, берейін жас келіннің бетін ашып ай. Қош келдің осы әулетке невестка қыз, Ырысбек құтты болсын телешкаңыз. Жыл сайын осы әулетке бала келіп, довольная болып жүре берсін енешкаңыз. Осылайша бір өлеңді бастап едім, қарап тұр келін саған асқақ елім. Домбыра алып қолыма өлең айтып, талай келіндердің беттерін ашқан едім. Жігіт бар ма аруды сүймейтұғын, кез болмасын армандар күйрейтұғын. Келін болсаң инабатты, келін болғын, жаман сөздір жанына түймейтұғын. Ал крутая келін болып кетпегейсің, мини юбкадан басқасын кимейтұғын. Бұл қалай келін болды деп шошымай, қамырды бутилкаменен иілейтұғын. Бұл қалай келін болды деп шашпайықшы, атасының сақалынан сүйрейтұғын, агидашым бейім. Айтайын сөздің жебесін, жүздір бойдың кемесін. Аталы болған әрқашан көрген адам өзіңе атаңа нәлет демесін. Ырысбекті бақын жақсылап, балменен сылап денесін. Түріктің киносын көремін де төбелес бастап, үйіңде ойыпта жүрме төбесін. Ал келін жан белгілі елге шамажайын, көмекейінен көтерілсін қамажайын. Ырысбек саған бой қайыспас қарағайын, сен болсаң бой түзеген балақайым. Жармасып етегінен жүре берсең, көрсетеді Анталияның жағажайын. Бір жан салым болып берсе біздің Ырысбек, сызылып сен жүре бер сарадайын. 30 жылың болғанша шалың болсын, анда-санда бұзатын ауа райын, агидашым бе. Келін жан басыңа ақ орамал тағып жатсын, қоштасып аналық, балалықпен қоштасып аналықты танып жатсын. Жаратқан жар болып жаныңызда адаспай өз бақытыңды тауып жатсын. Ал енді бақытыңды бағалай біл, енеңді анаңдай аялай біл. Әкеңді ұрпағына үлгі тұтып, қарттарға ол көзіңмен қарайлай жүрай. Келін жан үлкендердің алдынан шыға көрме, ұйқы дұшпан ұйқыны көбай ұра берме. Ырысбекке ананы мынаны алып бер деп биін жеп, көп мазасынай ала берме. Салтыңды ұрпағына аманат қыл, не жақсы не жаманды саралап біл. Қанағат қарныңды тойдырады, Ырысбектің тапқанына қанағат қылай. Ырысбектен жарыңның адал, аппақ егізі бол, жүрегінің мәңгілік сезімі бол. Егеменді елімнің ең қымбатты ибалы келіні бол. Ақ домбыра қолғанда қалай толғанбайсың, келін жан біраз кеңес ай алғандайсың. Осы айтқаныңды санаңа сақтап алсаң, шын сөзім ешқашанда қор болмайсың ай. Ақылсыз адамға өнер дарымайды, бір құмалақ шірітеді ай, бір қарынмайды. Әуелі аруақтарға сәлем салшы, өліресі болмай тірі ешқашан байымайды.
Ал осы әулеттен марқұм болған барша әруақтардың рухына бір сәлем болсын. Қойман Қарнақ Кетелер әулеті ғой енді. Нешатаның балдары Ерғалым, Нұрғалым, Өтеғалым, Жанғалым. Үміт қызы Ерғалым баласы Ізтұрған, Ерғалым қызы Батима, Болатұлы Бағдат, Мұхаммеджан қызы Қатира әжеміз, Дүйсен қызы Ақкенже анамыз, Дүйсен ұлы Яқупжан нағашы Қайрат, Үстұрған ұлы ағам Рая Жанғали қызы апамыз, Оңай Балдай ұлы жездеміз, Дәулет ата, Вера әжесі, анасы Нәбиұлы, Мескеу нағашы апа, Дүйсен қызы Оңайбек. Аттары аталған осы әулеттен бақилық болған барша әруақтарға бір сәлем болсын. Алфавиттің атырады басында, одан кейін әтрады қасында. Адегенім аталар, әдегенім әжелер, бірі қалмай бәрі келген осында. Өтіргеміз расында, беті шарының басында, ата желерге бір қошемет болсында. Ата желер бес қаруын сайласын, қажет етсе таңға дейін ойнасын. Қаңғытпаған жесін, жылатпаған жетімін, көпті көрген жас үлкендер қайдасын. Үлкендерден тәлім тәрбие ала ғой, себебі олар көпті көрген дана ғой. Қой сұрасаң тай берген, тай сұрасаң жай берген. Жас үлкендерге, әулеттің үлкендерге екі сәлем сала ғой деп әулеттің үлкендері Мария апамыз, Зада апа, Гүлзада апа, Ақбота, Сағынбай, Жеміс, Сапар, Ақтұрсын, Ғайне шапайларға бір сәлем болсын. Айналайын қарадым қалқасына, сала берме көзіңді әр жақсына. Сала берсең көзіңді әр жақсына, әр жақсы көрінеді алғашқы ой. Аян бекер айналып. Тыңдағын ақын тұр деп мені келін, мен тұрмын өлеңімді бөлегелі. Болаттай атаңызға сәлем салшы, көрейік көрімдікке не береді. Болмасын сөздің шатасы, ана тұрған атасы, қабыл болсын дейміз біз, келінге берер батасы деп Болаттайын атаңызға бір сәлем болсын. Атаңыз талай жерге барған екен, алғысын көпшіліктің алған екен. Мана тұтас бір 10 мың теңге ұстап жүреді, мен келгенде аяқ астым айдатып алған екен. Атаңызға тағы болсын бір сәлем. Рахмет. Көктем менен жаз ортасы жаз болып тұр, шашын алып бір адамдар таз болып тұр. Болат ағам әулетке келін түсірдім деп өзінше бір түрлі болып мәз болып тұр. Болат аға Ырысбектай балаңыз үйленгенде тастап кеткен 3000 теңгең аз болып тұр. Ой, рахмет, қалжыңдап отырмын аға. Келін құтты болсын аға, тек қала жақсыла кезім. Сендер аталмаған ренжімеңіздер. Маған жазып бергеннің бәрін айттым ағайын. Келіндеріңіз құтты болсын. Ал келін осындағы енді. Қалып қойғандарға бір сәлем салшы. Қалып қойғандарға бір сәлем. Ақтөбе шаһарына бір сәлем. Сәлем. Бәрекелді. Осындағы барша енелерге бір сәлем. Менің енеме бір сәлем десе ойнап айтамын, бәрекелді. Ал ендеше, келіннің бетін кім ашса соған ыстық болады. Өзіңіз ашасыз ба? Келіп ойыңыз біз. Кішкене астық айтыңыз. Ал енді апа, осы әулетке өзіңіздің де бір келіп болып түскен кезіңіз есіңізге түсіп тұрған шығар, бүйтейікші, бісміллә деп айтып алыңыз ішіңізден, содан соң мына екі шекесінен, екі бетінен сүйесіз, білесіз қой, дана келін бол, ана келін бол деп сүйіңіз. Дәл өзіңізден аумай қалсыз, маңдайынан бір сүйіп, таңдайынан тұрып жіберіңіз. Енді банадан бері мені ақ келін деп талай айтып жаттым. Кішкене қара болса менен көріп жүрмеңіз енді. Келіңіз құтты болсын, қошемет бар ма ағайын? Ақорамандағым, әдеміңе жағып, ақ батасын алып, мүлдетім байсен, күнде сәлем салып, қонамды
келсе шауып ошағыңды жағып зырлайсың ерте келсе жарың жасап соның қамын жүзіп әкеп дәмін мәңгі балаша жаным менен тәнім сымбатым мезәлім бәрі тамаша әй қой қошемет айырмаңызды. әй қой келіншек сіңбегеншек әй қой келіншек сіңбегеншек әй қой Аспаңыз, ой бәрекелді. Ырысбек келші, мен қасыма. Ырысбек келе ғой. Ырысбекті қошемет бар ма? Апа, мына орамалды өзіңізге табыстайын. Енді Алла қаласа, сандықтың үйде сандық болса түбіне барып сандық қоясыз ба? Ерімлеп біреуге бересіз ба? Жұмыс болсын деп, ой, жұмыс болсын сізге. Енді Ырысбек мына қамшыны сен қолыңа табыстап қояйын, Алла қаласа мынауды мына бөлменің төріне барып іліп қоясың. Осы әулетке енді Алла қаласа келер жылы бесі, беті, торсайған бір қошқардай ұл бола өмірге келсін деп тілейік. Мына қамшыны ұстады, қолыңды көтеріп бір болған жіберші. Қошеметтен байқадыға. Ал енді қадырлағай, мына ақшаға біз енді тойды келіскенде бұлай болып келіскен болады, біз түскен беташардан түскен ақшаны осы үйге тастап қалдырып кетеміз деп. Енді білесіздер, мына алтынды көрген кезде періштелер жолдан азады екен. Мен ойламадым мынадай ақша түседі деп, өзімде қимай тұрып ниетте бар ғой. Ал енді рұқсат болса, мына домбыраның киесі болады, тойдың киесі болады деп, домбыраның киесі ішінде осындай жағына мына бала бар ғой, мінекей, Алла қаласа, ой бала, ана ішінен ана қойған. Ана сүйелі ұсынады. Осы баланың үйленген тойында отыруды Алла жазсын бәрімізге, бәрекелді. Не деген шустрый болады, қараш, 5 минутен қалу. Ал енді апа, рұқсат болса ренжімейсіздер, ол домбыраның киесі де енді. Осындайда майда ақшадан мейді қолымызға, білесіз қой енді. Келесі тойға бір жұмыс болсын деген ниет қой. Ал қадырлағайын, бұл бала талай жігіттердің, келіндердің бетін ашты, қартайғалы қарт адамның еті қашты. Мына ақшаны апамызға табыстайын, астына мініп алсын, бетін ашқырып қойған. Қошемет байқаша балақ бар. Ал енді қадырлағайын, келіндеріңіздің беті ашылды, күшті болсын сапасы, кішкене тұрышталайық, бізге керек ақ сақалдың ақ батасы. Үлкендеріміз бар ма? Келінімізге, жастарға ақ бата беретін. Беташардың батасын алайықшы. Ал жарылқасын Құдайым, тарттырмасын уайым. Мұхаммедтің ақ жолын берсін, Хазірет Омардың күшін берсін. Әбу Бәкірдің әділдігін берсін, небесі жалалдан қайырын берсін. Татулықты Алла Тағала бере берсін, ұзын ғұмыр дәулет берсін. Дастарханымызға береке берсін, шыққан есесін берсін, қалған берекет берсін. Алла Тағала мына екі жасқа бақыт берсін. Дендеріне саулық берсін, еліміздің тыныштығы берсін. Бүгінгі жастардың бақытты болсын. Бүгінгі беріп жатқан батамыз қабыл болсын. Әмин, батаңыз Алла қабыл етсін. Шағарамыз шаттыққа толып, қуанышымыз өз жалғасын тауып, үлкен дүбірлі той болып жатыр қадырлағайын. Кетелердің елінде жайсаңдардың төріндегі қуанышқа тойға қош келдіңіздер. Ендеше осы әулетке бір елдің аманатын ақтылығын арқалап келіп отырған жаңа құдаларымызды қадырлағайын. Ыңғай келсе орнымыздан тұрайықшы. Ыңғай келсе орнымыздан тұрып, мойындарымызды еш жаққа қылмайық. Құдай екенімізді ұқтырып, шабалағымызды ұқтырып, той төріне жаңа құдаларымыз қарсылайық, айғай-шумен жарсалайық. Тоймен ағайын атарақтанын, шуақтай болып шашылса шапағаттарың. Құдалар менен құлпырып құдағи келді. Қаттырақ болсын соғадың, шапалақтарың. Қошемет шапалақ. Бір буды бақытқа бала, шын сыйласу анық махаббат. Ән салайын қуанамын, келді ағайын құдаларың, қарсылайық соғып шапалақ. Ән саламын қуанамын, келді ағайын құдаларың, қарсылайық соғып шапалақ. Құдалар, келді құдалар, бірге болайық, мәңгі құдалар. Құдалар, ізгі құдалар, тәңір қосар, Құдалар, төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Ел қосылып, ел болсыздар.
көлге көл қоқсып тегізіп отырса Құдай жағынан сендірсін. Бүгін енді тойымыздың төрінен ойып тұрып орын алып жатқандарыңыз құтты болсын. Бүгін енді Болат ағамыз бен Гүлсар анамыздың барша бауырлары, той қуаныш иелері сіздерге тікесінен тік тұрып қызмет ету үшін дайын тұр. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Ал қадірлі ағайын, ендеше тағы да кішкене орнымыздан ыңғай келсе тұрайықшы. Мойындарымызда ес жаққа бұрайық. Бүгінгі тойымыздың қуанышымыздың куәгерлері, кейіпкерлерін тойымыздың төріне қарсы алсақ па деген ниетіміз бар. Жастар үшін жайылған ақ жол бар. Ақ жолмен жүрген жанға бақ жол бар деп бүгінгі Лаула тобының қыздарына ұсынайын. Бүгінгі тойымызды сән салтанатымен бастап берсін. Бір Алла дәулет қосып дәулетіме, жырыммен сәуле қосам сәулетіме. Ағайын тума-туыс, құда жекжат, дос жаран, қош келдіңіздер. Ақ кетелердің әулетіне деп қол соғып, қошемет ұрып қойыңыздар. Бәрекелді. Бүгін мінекей ақ түйенің қарны жарылған күн. Оған себеп Рысбектей ұлдарыңыз отау тігіп жатыр. Екі жас бір айдында жұптасты, махаббаттың айдынында достасты. Келін алу тойы дейміз жігітше. Рысбек ұлдарыңыз бүгін мінекей бойдақтықпен қоштасып жатса, ақ қудайын сыланған, тотыдайын таранған. Қойшы келсе қойшының таяғынан, келін келсе келіннің аяғынан деп тойымыздың төрінен келінімізді қошемет құрметпен қарсы алайық. Қошеметтеріңіз болсын. Сән салтанатымен бастырып, әнімен растап беріп жатқан Лаула би қыздарына бір қосып қошеметтеріңізді ұрып қойсаңыздар қадірлі. Алланың нұры жаусын. Олай болса бүгінгі қуанышымыз үлкен асы енді дайын болған тәрізді қадірлі ағайын. Енді бүгінгі қуанышымыз үлкен асы ата дәмді етті бастабақтан бастап алдарыңызға осы Сырғалым мейрамханасының ұл қыздары тартатын болады. Барша қазақ сүйіп жейтін, бес саусақ күйіп жейтін ата дәмді
ет талдырайық қадірлі ағайын. Бұл жерде қадірлаған бөтен адамның өзі жоқ, бәрі етшірек жақындарымыз, Құда жекжат аға бауыр, осы бүгінгі той қуаныш иелерінің мәртебесін өсіріп, көңілін көтеріп келе отыр қадірлағайын. Осындай мейрамханада ұлын ұлықты қылған, қызын қылықты қылған бір әулеттің тойында, думанында баршаңыз куәгерсіздер қадірлағайын. Бүгінгі тойымыздың басы ашылып, шашуы шашылып, мерейі үстем болып, мерекесі қасылып жатыр. Осы той баршаңызға жұғысты болсын. Сіздерді құрметтеріңіз жайылған дәм дастарханнан алып ішіп отырыңыздар. Қазірге біз сіздерді өз кезегі, сөз кезегі деп мазаламаймыз. Ас болсын қадірлі ағайын. Той баршаңызға жұғысты болсын ағайын. Олай болса, сол қуаныш шаттықты құрыштайық. Бүгін қуанышымыздың да ақ тілеген бастайық деген ниетіміз бар. Ата тұрып ол сөйлемеген, шеше тұрып қыз сөйлемеген текті әулеттің керемет тойының алғашқы ақ тілегін әулеттің үлкендерінің ақ тілегімен бастағанды жөн көрдік. Олай болса, думанды тойымыздың төріндегі әулеттің үлкендері Мария апа, Зада апа, Гүлзада апа, Ақбота, Сағынбай, Жеміс, Сапар, Ақтұрсын, Ғайнештейін апалар асаба алаңына келіңіздер, бүгінгі қуанышымызды ақ тілегіңізбен бастап беріңіздер. Ал, атасы ақылды, анасы ақылды, тұлпары тағалы, алтындай басы бағалы болған, беделі биік, жүзі жарқын, аузы тәубеден, қолы жағадан түспейтін әулетіміздің сәулеттері. Асқартау әкелеріміз, алтын самай ақшаш ағыларымыз. Қош келдіңіздер, әулеттегі түркеріп жатқан той құтты болсын сіздерге. Келесі тойдың басы болсын деп тілейік. Ақ тілегімізді жүрек жарында өзімізді бастап отырайық. Өзіңізді келесіз. Ассаламу-алейкум тойшы қауым. Қош келдіңіздер. Бүгін екі жастың, екі баламыздың үйлену тойы. Бәріңізге келгендердің бәріне рахмет айтамын. Біріншіден Болат Гүлсара үлкен балаңызға келіп жатыр, енді құтты болсын. Құрметті тойшы қауым, қадірлі қонақтар, бүгін деген ағамыздың отбасында үлкен мерейтой, ұлымыз үйленіп жатыр. Құтты болсын. Көтеріп жатқан шамаларға әрдайым биік болсын, ұсағасы биік болсын. Бақытты өмір сүрсін. Құтты келін болсын бәрімізге. Біздің өткен. Ал жарына келген құдағайлар, төрдегі орныңыз құтты болсын. Біздің Гүлсара мен Болаттың үлкен шаңырағында той болып жатыр. Ұлы Рысбекпен келініміз Гүлдәулет. Айналайын сіздер бақытты болыңдар, өмір-жастарыңыз ақ болсын. Тек қана биіктен көріне беріңдер. Әр уақытта биіктен көрініп, тойларыңыз тойлы боласын. Мен өзімді таныстырып өтейін. Кішкентай күннен бастап Гүлсара қолымызда өсіп-өніп, осындай дәрежеге жетіп отыр. Ұлына үлкен, биік, мына Сырғалым мейрамханасында үлкен той жасап отыр Болат екеуі. Тойларымыз тойға ұласа берсін, ұрпақтарымыз көбейе берсін. Аман болыңдар бәріңізге де. Қайырлы кеш, құрметті тойшы қауым, қош келдіңіздер. Болат Гүлсара тойларыңыз құтты болсын. Мен өзімді таныстырып кетейін, есімім Гүлзада. Болаттың анасы менен менің анам бір туған. Енді осы жерде өте қуаныштымыз тойда кездескенімізге. Жүрегіміздің бір ұшында тұрады, ақырап десе жерлестерімізді кездесіп жатырмыз мына жерде. Көз көргендер, осында жиналып тойға келіп.
әулеттеріңе үлкен қуаныш тілеймін. Осы балалардың қуанышын көріңіздер. Ырысбек деген өте ұқыпты, жақсы тәрбие алған бала. Біздер Ырысбекті жақсы көреміз негізі. Осында жұмыс істеп жүргенде Задапам бірталай бұны қамқор көрсетіп, переживать етіп жүретін еді, Ырысбек қайда не деп. Bir келсем, Ақын апам жылап отыр жаңа әжесі. Неге жылайсың сен деп ақырып келсем, ой, Ырысбекті уайымдап отырмын дейді. Мен айтам, уайымдама Ырысбекті. Ырысбек банкіде жұмыс істейді, табысы жақсы, бұйырса үйлі болады, үйленеді сол жақта деп сөйлегенде, солай ма деп сөйтіп, мен онда неге жылап отырмын, босқа жылап отыр екенмін дейтін еді. Бәріміз бөтен емеспіз, бәріміз бір ауылдан өрген. Бәріміз ішінара құдаларымыз бар, бұрынғы құда деген сияқты құдалар бар, нағашылар, жиендер, бөлелер, баршаңызға той құтты болсын. Болашақта сондай ол, әп-әдемі Гүлдәурен қасында еріп жүрсін. Айналайын Гүлдәурен, қыз ғұмырын өтіп, келінді аттадың босағаны, орамалды тартып. Енді сол еліңді, жеріңді, атаңды, енеңді, үйіңді бақытты қылам деп ойла. Өзің бақытты емес, барған жеріңді бақытты қылам деп ойла. Мына керемет тойдың куәсі болып жатырмыз. Мына шаңырағымызда, мына қоймаған мағауретінде келіп жатқан келініміздің қадамы құтты болсын. Алла тағала тек осы 2 жасқа бақыт берсін. Лаула тобы қыздардың тамаша биімен, тамаша сыйымен бастағанды жөн көрдік. Назарларыңыз ортада болсын, сіздердің құрметтеріңізге Лаула тобы. бір қарағанда бұлбұл болып жүрістері тәпсінің моншағындай болған Лаула қызы, Лаула тобы қыздарына бір қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Алланың болса сарай. Ал астан дәмнен алып отырайық. Ендеше әлмен қарай тағы да тамаша ақ тілекке кезекті берсек пе деген ниетіміз бар. Бұл әулетінде әрине білесіздер, жігіттің әрқашанда үш жұрты бар. Өз жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрты. Осы үш жұрттың ішіндегі ең нар тұлғалы
тау тұлғалы анашымның бауыры нағашылар қауымының беделі қашанда биік болады қадірлі ағайын. Білесіздер, жиенге деген қашанда жаны ашыр болып жүретінін, жаңылғанда жанынан, қысылғанда қолтығынан сүйеттемей беретін нардай нағашылар қауымы думанды тойымыздың төрінде аттарыңызды атап асау алаңына шақырсақ па деп ниетіміз бар. Нағашылар, тағы да нағашылар жиендер деп жазылған екен. Айдана, Алик, Ақшолпан, Гүлжан, Дастан, Ақатай, Алтын, Ислам, Әлия, Мәди, Қоғабай, Қиылбай, Маржангүл, Аружан, Гүлнұр, Нұрбол, Гүлдана, Гүлмира, Ермек, Айым, нағашы жиендер, Түкен, Сания, Дауыл келіншегімен Майра, Жайна, Латипа, Мирас, Нұргүл, Айбіба атты қадірменді нағашы жиен бүрілер билеп асабаларына келіп Так, мен Солилецкіден кеттім, жиендерінің Рысбек, короче, жених и невеста, будьте счастливы, вас с законным браком, желаю вам счастья, никогда не унывать, родителей двух сторон не забывать. Болат жездем, Гүлсара апам. Мен Гүлсара апам сестрем кісі боламын, есімім Гүлмира. Бүгін міне сіздердің шаңырақтарыңызда үлкен бақытты кезең деп айтуға болады, той болып жатыр. Тойға аласың. Болат жездем болады, Гүлсара нағашы апам болады, біз жиендер боламыз. Гүлсараның әкесі нағашымыз Мәскеу, бұл енді кетті, соның қарындасы Сәлема деген соның кісі баласының есімі Дауыл болады. Бұлар енді біз бәріміз ақыраппен келіп отырық, жергілікті ақыраптікіміз. Жиын болып жатыр, кешеден бері тойлап отырық, келін сүріп, тойымыз ұзағынан болсын, жаңа құдалардың да қадамы құтты болсын. Енді жақсы тілектер айтып жатыр. Мына жастар бақытты болып, үгірлі-шүгірлі болып, екі жаққа мейірімді болып жүре берсін. Сондай бәріміз тілекшіміз. Қалғандарымыз қосыламызды, сый-сапаттарымызды табыстап қояйық. Байқайым қолдарыңызды ұстап сіздерді құрметтеймін нағашылар, аяулы анашымнан туылыс ет нағашылар, қадамдарыңыздан нұр жаусын, той құтты болсын. Бір суретке салыңыздаршы, келіңіздер, той үйлермен.
тамаша аяқтарыңызды алмасын. Инабат қыздарының орындауындағы тамашаны қабыл алыңыздар, сіздердің құрметтеріңізге. Бүгін той қуаныш елерінің құрметіне, жастардың құрметіне тамаша әнімен сәнімен Инабат қыздарыңыз ортасына. Бәрекелді, ортамызда салған баршаның тамсандырған Лаула тобының жетекшісі Инабат ханымға қошемет бар ма қадырларға? Ерекше қоса қошемет деп қояйық. Елдің алғысы сізге. Өркенде көрсе едіңіз, әрқашанда биіктен көрініп осындай тойымызда қойып жүрген. Гүлсара апа келіңізші ортаға. Сізді шақырып алайын бірінші ба? Ал мына кісін танитын жандар бар ма? Жоқ. Бәрі өзімізді қонақ. Бауырларым, класстастарым, жиендерім, ағайларым. Неге сізге шапалақ соқпайды сондай? Қарауыр, қошемет бар ма? Не деген бақытты жалғызсыз. Тойымызды нешеге деп шақырдық? 6-ға деп шақырдық. 6-ға деп шақырдық, а? Қадырлағайын, ровно 6-та осы мейрамханада болған қадірлі қонақтарымыз бар ма екен? Ерте келген қонаққа бір сый-сапат берейік. Ой, бәрекелді қадірмен қонақ. Өзіміз таныстырып өтейік. Кім боламыз, апа? Мен жием болам. Атыңыз? Гүлжан. Сіз кім боласыз? Гүлсара жындасы. Нешеге деп 6-ға деп шақырды, сіз нешеде келдіңіз? 5 кеткен деген. Сіз? 6-тан еркін қатар. Қатар. Сіздерге келгенде іште кім болды? Ешкім болған жоқ. Жоқ па? Бәсе қазақ бір-бірін көре алмайды деген өз шығар, бізде болдық па? Ай бәрекелді. Қадырлағайын, мінеки 6-ға 5 қалғанда келген қадірлі қонақтар, мына сіздер жеп отқан салаттарға бір-бір қасынан қойып шыққан осы кісілер. Bir қосып қошемет деп қояйық, а? Бәрекелді. Өйтейікші. Мына жаққа келіңіздер, өзіңіздің таңдап бір-бір сый-сапат ала қойыңыздар, келіңіздер. Өзіңізді таңдап, олар 2000 теңге, ол 1000 теңге, 1000 теңге. Сіз таңдап ала қойыңызшы, қайсысын аласыздар? 2000 теңгеден тұрады деп ойнап айтамын. Сіз қатары кешікпейтін қонақтардың саны көбейсін деп бір қосып қошеметте ортамызға жайғаса қояйық. Рахмет. Әрқашанда осындай тойда ерте келіп жүрген қонақтардың саны көбейсін.
жалғастыратын қолдарыңыз өмірді бірге болыңыздар деген ниетіміз бар. Баянды, мәнді, сәнді өмір сүріңіздер. Енді жастардың неке сақинасы тағаны жеңгеміз келе қойыңызшы. Иә. Енді бүгін қуанышымыздың ең бақытты сәттерінің бірі. Неке жастарға неке сақинасы тағуға жеңгемізге жастардың өмірлерінде ең бақытты сәттерінің бірі. Қосылған жүректің некенің жүзігін өмірдің қызығы белгісі тілекпенен қосылған қос жүректің ұстасқан қолдарыңыз мәңгілікке бірге болсын. Қалаған жерінен бір күрсек тіліп ала қойыңыз. Қараңыздар, қалаған жерінен. Ал құда-құдағай келіңізші. Гүл Дәуреннің папа мамасы бар ма, келіңізші. Олардаға Гүлзара жеке келіңізші сіздердің. Бүгіннің ең бақытты сәттері ал. Ата-анамызға аса табайыңыздар. Қошемет бар ма қандыға, айын баршасына жұмыс болсын. Әрқашанда осындай тәтті қылды істерді қуатып жүрсін деген ниетіміз бар. Жастардың өмірлері әнді болсын деген ниетіміз бар қадірлар. Бір-бірлерімізге сатпаймыз ба? Ошеметте отырайықшы. Қасымнан жүре бер аппақ бол. Әлсі шағайық. Айқай жауапқа қатырағы, жастар уақыт болсын. Қошемет қайда, айқай шу қайда, жастар бақытты болсын қадірлағай. Баршасы осты жұмыс болсын ағай. Баянды, мәнді, сәнді өмір сүріңдер. Тамаша.